Салауатты қала дегеніміз барлық салада денсаулыққа басымдық беру тәсілі. Мұның балаларға, ата-аналарға, қарттарға да қатысы бар. Бұл самокаттар, велосипедтер жайында емес, адамдардың ой өрісінің жаңаша дамуы жайында. Адамдардың күнделікті өмірде денсаулықтарына мән беруі. Біз қазірдің өзінде қаладағы өзгерістерді байқап жүрміз. Біз тарихты бірге жазып жатырмыз. Марафон соған дәлел. Балабақшалардың, мектептердің барлығы қолжетімді болуын ойластыру керек. Бұл әр қаланың стратегиясында болуы керек. Оған тұрғындардың өздері мүдделі болуы тиіс. Тұрғындардың бәрі қатысқысы келеді. Тек қолдарына құралса мән беріңдер. Әкімдіктер үшін экономикалық тұрғыда пайдалы мінез-құлық факторларының алдын алу арқылы созылмалы инфекциялық емес ауруларды емдеуге кететін шығындарды азайту. Қала адамдарға қаржы салып жағдай жасаса, одан бәрі ұтады. Мұны практика жүзінде көріп жүрміз. Бұл медициналық туризмнің дамуы, туристердің ағылуы инвесторлар үшін магнит іспеттес. Әрбір қалаға өз әлеуетін ашуға мүмкіндік беру керек.